Қазақстандық автоөнеркәсіпке қатысты сында мінде көп. Автокөлікті елде жинасақ та өзімдікі емес деген феномен қалыптасқан. Қазақстандық автоөнеркәсіп бұл құрастыру цехы деп те айтып жатады. Шын мәнінде бүкіл көлік конструктор сияқты келеді, бізде тек соны құрастырумен айналысады. Біз бас сұққан Алматы қаласындағы автозауыттардың жұмысын көріп, отандық өнеркәсіптің дамып жатқанын аңғардық. Авто саласында ірі холдинг осы жылдың қыркүйегінен бастап қытайлық танымал Chery, Changan, Haval автокөліктерін шығарып жатыр. Зауыттың өндіріс қуаты 120 мың автокөлікті құрайды. 211 мың шаршы метрді құрап отырған өндіріс аумағында 2300 адам жұмыс істеп жатыр. Біріншіден, біздің зауытта шығарылған автокөліктердің Қытайдан айырмашылығы осы кузовтың оцинковкасы 40% қытайлық автокөліктерден жоғары. Екіншіден, біздің автокөліктер осы қыста автокөлікті жүргізу үшін жаңағы технический спецификациясымен қосалқы бөлшектермен жабдықталған. Ол мысалы автокөліктің орындықтарын қыздыру, рульді қыздыру, терезені қыздыру, айналарды қыздыру және де жаңағы противошумная обработка днища автомобилей тоже отличается. Бас директордың айтуынша, жұмысшылардың орташа айлығы 450 мың теңгені құрайды. Бұл жерде қызметкерлердің әлеуметтік жағдайы да жасалған. 13-ші айлық медициналық сақтандыру, фитнес-клубтары бар, тегін тамақтандырып, жұмысшыларды тасымалдауда қарастырылған. Қаржыгер мамандығын игерген азамат бұл зауытта дәнекерлеуші қызметін атқарып жатыр. Енді мына зауытқа жаңа бір жыл бұрын айтып келдім. Бұл жерде үйренетін көп зат бар. Дәнекерлеу, құрастыру, қалай құрастырылатынын бәрін біз үйреніп, бізде специалисттер бар, содан қытайлармен алмасу сәтімен үйреніп, олардан сұранып, қалай бұл дәнекерлеу бәрін опыт дейді ғой, солармен алмасып үйреніп жатырмыз қазір. Өздеріңіз көріп отырғандай, зауыт жоғары технологияны қолданады. Автокөлік бөлшектері роботтардың көмегімен жиналады. Көлік қаңқасын бояу барысы да үлкен операциядан өтеді. Бір сағатта 30 көлік сырланады. Жұмысшылардың тілімен айтқанда, көлік қаңқасы мен қозғалтқыш толық дайын болғанда, екеуінің қосылатын жерін үйлену деп атайды. Зауыт іске қосылған 1-2 айда 10 мың көлік жинап шығарған. Компания Hyundai көлігін де шығарады. Бұл жердегі автоөндірісте де жоғары технология қолданылып, бір жолға қойылған. Автокөлік шығаратын әлемдік 10 компанияның қатарында. Hyundai көлігінің орындығы, мультимедиалық құралдары өзімізде шығарылады. Біздің аңғарғанымыз, бұл жерде қыз-келіншектер көп. Олар өте ұқыпты жұмыс істейді басшылығы. Қазақстанда жиналатын автокөлік өндірісінің дәл ортасында тұрмыз. Автокөлік зауытында жиналатын көліктің барлығы бұл қазақстандық болып табылады. Әрине оның бөлшектері сырттан әкелінеді, дегенмен осы өндірісті қолға алып отырған компания болашақта Қазақстанда автокөлік бөлшектерінің санын арттыруды көздеп отыр. Тіпті егер Қазақстанда шығарылатын автокөлік саны артса, тіпті оның бағасы да төмендеуі мүмкін деген үміт сыйлап отыр. Все, что мы делаем, это идет для того, чтобы снижать цены в целом. Біздің жұмыстарымыздың бәрі көлік бағасын төмендету үшін жасалып отыр. Қазақстандық тұтынушылар үшін бағаны төмендету керек. Қазақстандық өнім болса, ол арзандатуға мүмкіндік береді. 1-2 ай бұрын біз Қазақстанда шығарылған көлік бағасын 12-ден 19%-ға төмендеттік. Ол Changan, Chery көліктері. Біз локализацияны терең игерген кезде баға түсе береді. Компания автокомпоненттерді өндіруді алдағы 5 жылда 51%-ға дейін жеткізуді көздеп отыр. Қазақстанда автоөндіріс кеңінен дамығанда көп жұмыс орны да пайда болады. Елдегі автокөлік өндірісін дамытып отырған ірі холдингте жалпы 5 мыңнан аса адам жұмыс істейді. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ильясов, Хан ТВ, Алматыдан. Абай облысы мәслихатының кезекті 32-ші сессиясы өтті. Отырысқа облыс әкімінің бірінші орынбасары Ербол Садыр, мәслихат төрағасы Шалқар Байбеков, облыстық мәслихат депутаттары, салалық басқарма басшылары мен бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері қатысты. Бұл туралы толығырақ мен Назгүл Батырхан айтып беретін боламын. Күн тәртібіндегі негізгі мәселелердің бірі мәслихат төрағасының есебі тыңдалып, 2026 жылға арналған жұмыс жоспарының бекітілуі болды. Сонымен қатар 2026-2028 жылдарға арналған облыстық бюджет жобасы қаралып, Абай облысының 2026-2030 жылдарға арналған даму жоспары мақұлданды. Сессия соңында бірқатар депутаттар өздерінің депутаттық сауалдарын жолдап, өңірдегі өзекті мәселелерді көтерді. Мендегі бар ақпарат әзірге осы. Сөз тізгіні әріптесім Нұрай Жылқыбай өзіңде.
Я Назгүл, рахмет. Астанада бұрынғы Cinema City ғимараты өртке оранды. Төтенше жағдайлар министрлігінің хабарлауынша, оқиға бүгін таңғы сағат 8:54-те тіркелген. Құтқарушылар өртті шамамен 1 сағаттың ішінде толықтай сөндірген. Алдын ала мәлімет бойынша 112 қызметіне ешқандай зардап шеккендер туралы ақпарат түспеген. Астанада Cinema City кинотеатрының пайдаланылмай тұрған ғимараты өртенді. Төтенше жағдайлар министрлігі астаналық өрт сөндірушілер Байқоңыр ауданындағы Амангелді Иманов көшесінде орналасқан бөлек тұрған бір қабатты павильондағы өртті сөндіріп жатқанын хабарлады. 8 желтоқсан 2025 жылдың 08 сағат 40 минутта Астана қаласы Байқоңыр ауданы Иманов көшесі 5 мекенжайы бойынша 3 қабатты жеке тұрған ғимараттың сыртқы қаптамасы жану жайлы хабарлама келіп түсті. Бөлімшелер 3 шақырту бойынша жіберілді. Бөлімшелер келген кезде сыртқы алкоголь қаптамасының 280 шаршы метр аумақты жану байқалды. Атқарылған жұмыстан арқасында өрт тарауы алдын алып зардап шеккендер жоқ. 09 сағат 15 минутта өрт оқшауланды. Астана қаласы төтенше жағдайлар департаменті 21 техника 82 жеке құрам жұмылдырылды. Нақтыланған мәлімет бойынша жеке тұрған бір қабатты дәмхана мен оның сыртқы қаптамасы өртенген. Соның салдарынан ғимарат маңында тұрған бір жүк автокөлігі зардап шеккен. Кезінде осы ғимаратта Cinema City орналасқан еді. Қазір онда дәмхана жұмыс істейді. Қымбатты көрермен, мендегі бар ақпарат осы. Әрі қарай әріптесім Саят Айдосұлы жалғастырсын. Саят, сөз кезегі өзіңде. Нұрай, рахмет. Бүгін Шымкент университетінде балалардың себепсіз қырылуын алдын алу мақсатында халықаралық семинар өтіп жатыр. Конференцияға Украина және Ресей мемлекеттерінен ғалымдар қатысуда. Сондай-ақ еліміздің басқа да өңірлерінен келген ғалымдар өз ойларын сарапқа салуда. Аталмыш шараға 60-тан аса адам қатысуда. Олардың қатарында шет елдің ғалымдары, орта білім және жоғарғы оқу орындарының мұғалімдері мен бал өндірумен айналысатын кәсіпкерлер де қатысты. Конференцияның басты тақырыбы бал араларын қалай аман алып қаламыз деген сұрақ. Біздің мақсатымыз болашақ біздің мамандарымыз, сонымен қатар мұғалімдер осы ара шаруашылығындағы болып жатқан қазіргі таңдағы мәселелерді шешу. Біз маман дайырлау кәсібінде, яғни кәсіби маман ретінде болашақта білім беру бағдарламасы бойынша қандай бағытта жұмыс жасауымыз керек? Себебі біз кәсіпкерлермен бірге осы саланы бірігіп шешуіміз керек деп ойлаймын. Себебі болашақ маман ол қазіргі нарықта қандай жағдайлар болып жатқанын білуі тиіс. Сол себепті бас қосудың мақсатымыз осы біздің. Омарташы Валерий Демитовтың айтуынша, бал аралардың арасында жүріп жатқан індет әсерінен омарташылардың 67% аралары қырылған. Сала мамандарының айтуынша, бұл кене әсерінен болуы мүмкін дейді. Мы хотим выяснить причину коллапса. Айту керек жайт, қазіргі таңда бал араларының қырылуы бүкіл әлемде болып жатыр десек болады. Ал Өзбекстанда жағдай тіптен ушыққан. Осының алдын алу үшін Ресей және Украина мемлекеттерінің ғалымдармен ақылдасу үстіндеміз. Шараға қатысушылардың ішінде ауыл шаруашылық ғылымдарының докторы Үсен Құрманбай да бар. Ол мәселенің барлығы жаһандық жылынудың әсерінен дейді. Бұл жерде жәндеген ол йодтан жасалған дәрілер, жәндегі бактерицидтер солар қарсы келетін араларға сондай дәрілер жасады. Халықаралық семинар барысында мамандар індеттің таралу себептерін жан-жақты талқылап, оны тоқтатудың ортақ жолдарын іздестіру қажеттігін атап өтті. Ғалымдар әлем елдерінің бірлесе әрекет етуі ғана бұл мәселені шешуге мүмкіндік беретінін айтады. Мендегі бар ақпарат осы. Келесі кезек әріптесім Қарлығаш Байгөбектен. Шымкентте алғаш рет Елтай және Таскен шағын ауданында өрт сөндіру, полиция және жедел жәрдем қызметтері бірлескен нысан өз жұмысын бастады. Шымкент қаласына арнайы сапармен келген төтенше жағдай департаменті министрі Шыңғыс Әрініп пен қала әкімі Ғабит Әбдімажитұлы нысанда аралап ашылу салтанатына арнайы қатысты. Небәрі 6 айға жуық уақытта салынған нысанда бүгінде 50-ге жуық қызметкер жұмыс істейді. Сонымен қатар биыл Достық шағын ауданында орналасқан номері 1 мамандандырылған өрт сөндіру бөлімі де күрделі жөндеуден өтті. Алдағы уақытта шаһардың қай аудандарында дәл осындай нысан бой көтереді. Төтенше жағдайлардың орын алған саны қанша, толықтай дәл қазір сюжетте тарқатып айтам.
Қазақстанда төтенше жағдайлар кезінде тұрғындарға көрсетілетін жедел көмектің қол жетімділігін арттыру бағытында маңызды қадам жасалды. Шымкент қаласының Елтай және Таскент шағын аудандарында елімізде алғаш рет әмбебап жедел қызмет кешендері ашылып, жаңа инфрақұрылымын жаңартуда жаңа кезеңнің басталғанын көрсетті. Бұл кешендердің басты ерекшелігі бір аумақта өртке қарсы қызмет, жедел медициналық жәрдем және полиция бөлімшелерінің біріктіріліп орналасуы. Соның арқасында енді тұрғындар төтенше жағдай туындаған сәтте қажетті көмекті бұрынғыдан да тез әрі тиімді ала алады. Ғимараттардың ашылу рәсіміне арнайы қатысқан төтенше жағдайлар министрі генерал-лейтенант Шыңғыс Әрінов пен Шымкент қаласының әкімі Ғабит Әбдімажитұлы өңір тұрғындарын қуанышымен құттықтап, жаңа нысандардың қала қауіпсіздігін арттырудағы маңызын атап өтті. Жергілікті бюджет есебінен салынған әмбебап кешендер небәрі 6 айдың ішінде бой көтеріп, заманауи талаптарға толық сай жабдықталған. Әрбір кешенде 50-ге жуық қызметкер жұмыс істейді. Сондай-ақ 2 өрт сөндіру көлігін орналастыруға арналған кең алаң қарастырылған. Оның ерекшелігі неде? Бүгіннен бастап өрт сөндірушілер, құтқарушылар, полиция қызметкерлері, медицина қызметкерлері бірлесіп, азаматтық қорғау саласын, қауіпсіздік саласын бірге қорғап, бір сапта тұрып, тапсырмалардың бәрін бірге орындайды деп сенімдімін. Өте жақсы тәжірибе деп ойлаймын. Бұл тәжірибені бүкіл елге үлгі қылып, оны тарататын боламыз. Осындай кіші болса да заманауи, өте функционалы мықты деполарды бүкіл ел бойынша, шағын аудандар бойынша салатын боламыз әлі. Мысалға, бұл депоны алатын болсақ, әлі биыл тағы да 2-ін бітіру керек, және келесі жылы тағы да 7-ін салып қолданысқа беру көзделген. Сондықтан да осының бәрі президентіміздің, құрметті президентіміздің нақты тапсырмасы болатын. Мен өзім куә болдым, Ғабит Әбдімажитұлы мемлекет басшысының алдында осы баяндама жасалған кезде осы өрт сөндіру, құтқару, жалпы қауіпсіздік мәселелері туралы осы жоспарда айтқан болатын. Тұрғындар бұл жаңалықты қуанышпен қабылдап, жаңа кешендердің ашылуын көптен күткен маңызды оқиға ретінде бағалап отыр. Олардың айтуынша ең бастысы төтенше жағдайда жедел қызметтерге лезде байланысу мүмкіндігі артқан. Қауіп туындаған сәтте жедел жәрдемнің немесе өрт сөндірушілердің, полиция қызметкерлерінің жолда жоғалған уақытын ойламай, бірден көмек келеді деген сенім орнады. Осы сенімнің өзі тұрғындардың көңілін жайландырып, өмір сапасын жақсартуға үлкен әсер етуде. Қаланың әкіміне, төтенше жағдайлар министрлігіне үлкен рахмет. Енді ел болғаннан кейін әртүрлі жағдайлар болады. Әртүрлі төтенше жағдайлар болып қалады, өрт болып кетеді, біреулер суға кетіп қалады, біресе болмаса бір жағдайлар болады. Соның алдын алып, осы қызметті өшірден ашып атқанына үлкен рахметіміз айтамыз елдің атынан. Сондай-ақ Шыңғыс Әрінов күрделі жөндеуден өткен номері 1-ші мамандандырылған өрт сөндіру бөліміне барды. Бөлім 2015 жылдан бері осы ғимаратта орналасқан. Күрделі жөндеуден кейін мұнда заманауи инфрақұрылым қалыптастырылып, жеке құрамның қызметін сапалы атқаруына қолайлы жағдай жасалды. Номері 1-ші мамандандырылған өрт сөндіру бөлімі Абай және Қаратау аудандарының тұрғындарының қауіпсіздігін қамтамасыз етеді. Қазіргі уақытта бөлімде 116 өрт сөндіруші, құтқарушы қызмет атқарады. 2025 жылдың маусымында басталған күрделі жөндеу жұмыстары 4 қабатты ғимаратта толық қамтыған. Бұл өрт сөндіру бөлімі Қазығұрт аумағын толықтай қамтамасыз етеді. Ол Қазығұрт аумағына 5 елді мекен кіреді. Елтай, Тоғыз, Жыланбұзған, Айнатас, Маятас елді мекендері. Халық саны 16 мың шамамен, және де жер көлемі 2400 гектар. Көмекке Шымкент қаласы шығын орналасқан, тығыз орналасқандықтан Қаратөбеден және Достықтан оңтүстік елді мекен дейді ғой. Қаланың бүкіл нелерінен өзімізде шығу несі раңғы болады, соған қарай көмекке келеді. Елтай шағын аудандағы жаңа кешен Елтай, Жыланбұзған, Тоғыз, Маятас және Айнатас тұрғын алаптарының өрт қауіпсіздігін қамтамасыз етеді. 2024 жылы бұл аумақта 5, ағымдағы жылы 8 өрт оқиғасы тіркелді. Ал Таскент шағын аудандағы әмбебап жедел қызмет кешені Мәртөбе, Жұлдыз, Тассай, Таскент және Достық тұрғын алаптарының, сонымен қатар Тассай индустриалды аймақта орналасқан өнеркәсіп объектілерінің өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ететіндігін ерекше атап өткен жөн. 2024 жылы бұл аумақта
11 өрт оқиғасы тіркелсе, 2025 жылы мұндай оқиғалардың саны 8 болған. Айта кетейік, осы жылдың соңына дейін Сәуле шағын ауданында, ал 2026 жылдың басында Бозарғыш шағын ауданында осындай кешендердің құрылысы аяқталмақ. 2026 жылы Ынтымақ, Базарқақпа, Қайнарбұлақ, Шым-Сити, Жаңаталап және Ақжар шағын аудандарында тағы 6 нысан салу жоспарда бар. Мендегі бар ақпарат осы. Ендеше алдағы уақытта өңірлерде ауа райы болжамы қандай болмақ? Нұрғанат, өзің толықтай тарқатып айтсаң? Қарлығаш ауа райы шынымен де сынаққа салып тұр. Бір күннің ішінде жаңбыр да бар, қар да бар, көктайғақ та бар. Жүргізушілерге ерекше сақтық қажет. Қазгидрометтің болжамын келесі материалдан білейік. Жүргізушілерге күн райының бұзылуына байланысты еліміздің автожолдарында жылдамдық режимін сақтау ескертілді деп хабарлайды Қазавтожол. 15 өңірде күн райының бұзылуына байланысты Қазавтожол жүргізушілерге жолда абай болуға шақырды. Мекеме мәліметінше бүгін 8 желтоқсанда Ақмола, Солтүстік Қазақстан облысы, Шығыс Қазақстан облысы, Батыс Қазақстан облысы, Ақтөбе, Қарағанды, Қостанай, Жамбыл, Алматы, Абай, Жетісу, Түркістан, Маңғыстау, Қостанай және Павлодар облыстарының кей жерлерінде қар аралас жаңбыр мен қар күтілуде. Сол себепті жүргізушілерге жылдамдық режимі мен арақашықтықты қатаң сақтап, жолдардағы ауа райының қолайсыздығын ескеруді сұраймыз. 1403 байланыс орталығына хабарласып, тәулік бойы қосымша ақпарат алуға болады делінген хабарламада.